Құрметті менің асыл тыңдармандарым, әңгіме каналыма жазылып, өз әсерлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің әр пікіріңіз бен қолдауларыңыз маған шабыт береді, және жаңа идеяларға қанат бітіреді. Тегін лайктарыңызды аямай басыңыздар. Қазақ арнасының дамуына бірге үлес қосайық. Райхан кеңес үкіметінің адамы. Үкімет айтты, болдысаң, еңбектеп жатса да орындайды. Орындалмай қалса, басын кесіп алса да, өзі барып мойындайды. Мінезі, бетің бар демей тік айтады. Сол тік мінезімен қоса айтқанынан қайтпайтын, қырсықтығы қоса бар. Содан кейін де жанына жақын, сырлас құрбысы да жоқ. Қыздар түгілі жігіттер қасына барып, сөзі айтуға именетін. Ал енді жақсы қасиеті, қолы ашық, қанша түсі суық болғанмен жүрегі өте жұмсақ. Райхан 4 бөлмелі үйде жалғыз тұрады. Әкесі өзі кішкентай кезінде дүние салған екен де, бірақ Райханның есінде жоқ. Елдердің айтуына қарағанда Райханның мінезі әкесіне тартқан екен. Ал анасының қайтқанына енді жыл уақыты болды. Туған туыстары бар, анасының жиып кеткен азын аулақ ақшасы бар. Жиған малы анасының жылдығасын таратты. Райхан мектепті жақсы оқып бітірсе де, анасына қарайлап мектеп бітірген соң оқуға бара қоймап еді. Ендігі тегі оқығысы келмеді. Ауылдағы үйін, мал жанын ешкімге сеніп тастағысы келмеді. Анасы көз жұмарда, қызым, осының бәрін бір сен үшін деп жинап бердім. Әкеңнен қалғанды да шашуын шығармай, қайта өсіріп, осы жағдайға жеткіздім. Ендігісін өзің ие бол, саған ешкімнің жаны ашымайды. Қайта жөні түзу жігіт кездессе тұрмысқа шық. Ертең бұның бәрін тастап, қалаға кетсең, талан-таражға түсіп, үйсіз жайсыз қаласың дегені бар еді. Райхан да ақымақ емес. Кішкентайынан анасының қиналып, осының бәрін жинағанын көріп өскен. Сол себепті оқуды ойламай ауылда қалып қалды. Жұмыс сұрап ауыл бастығына барып еді, орталықтағы аспазшылар дайындайтын 3 айлық оқуға жіберіп алды. Болашақта сенің жейтін наның деген соң, қырсықтығын ақылға жеңдірді. Әйтпесе, мен сізден жұмыс сұрап келдім, оқу емес деп, есігін тарс жауып, шығып кетейін деген. Бір күні бастық шақыртқан соң барып, ал Райхан, енді алған дипломыңның кезегі келді. Ауылда үлкен құрылыс жүреді, сырт жақтан жұмысшылар келеді. Қалған жетпеген жұмысшыларды ауылдан алады, соған жазылу жүріп жатыр. Мен сені бас аспазшы етіп жазып қойдым. Жалақысы жаман емес деді. Райханның қуанышында шек болмады. Көп ұзамай құрылыс жұмысы да басталып кетті. Басында Райхан қиналды, таң атар атпастан жұмысшылардың таңғы асын дайындау керек болды. Содан түннің бір уақытына дейін жүргені. Келесі күннің тамағына ана-мынауларын дайындап бірақ кетеді. Бара-бара үйреніп алды, басындағыда үйіне келе құламай, тірлігінде жасып бітіретін жағдайға жетті. Келген жұмысшылар жалдамалы жұмысшылар екен, өзбектер. Тілдерінің бірін түсінсе, бірін түсінбейді, бірақ өте еңбекқор халық. Олар Райхан оларға үйреніп қалды. Аптасына бір күн демалыстары, сол кезде Райханнан қазан сұрап алып, палауларын басып жейді. Сөйтіп жүріп, Райхан араларындағы Фархат деген жігітпен жақсы таныс болып, аяғы махаббатқа ұласты. Шамалы уақыт өткен соң Райхан мен Фархат ерлі-зайыптылар сияқты жұмысқа бірге барып, бірге қайтатын болды. Неше жылдан бері еркек қолы тимеген қора жайларды Фархат аз ғана уақытта қайтадан жаңартып, ретке келтірді. Райхан су тасып қиналмасын деп, құдық қазып моншасын салды. Енді екеуінің қайғысы қалайда бір-бірімен ажырамау болды. Райхан да елшіліктен таныс іздеп, Фархатсы қайтсе де Қазақстанда қалдыру үшін жүгірді. Басында Райханның туған туыстары, ол сенің үйің, мал жаның үшін тұрып жүре сенімен деп, шулап қарсы болып еді. Енді Фархаттың Райханға деген сезімі таза екендеріне көздері жеткен соң, шынымен ақылдасып, жоғары жақтан таныс іздей бастады. Райхан мен Фархаттың бірге тұрып жатқандарына 6 ай болды. Алда қара күз келе жатқан еді. Фархаттың еліне жіберілген сұранысының жауабын тосып жүрген уақыты. Өзімен бірге істейтіндер жиналып кетуден хабар тосып отырған еді. Сол күні демалыс болып, Фархат монша жағып туған туыс, көрші көлеңдерді моншаға түсіріп, палау жасап, арқа-жарқа болып жатқанда құрылыс басынан
Бір бала жүгіріп келіп, бір күн бұрын болған бораннан төбенің шатыры ұшып кетіп, қайтадан жабу керек деп Фархатты шақырып келіпті. Фархат киімін ауыстырып жатып, Райханның бетінен қайта-қайта сүйіп, көршілерге мен келгенше деп табыстап, үйден шығып кетті. Жылдам келем деп кеткен Фархат кешіккен сайын Райханның жүрегі тарсылдап, аласұрып үйде отыра алмай, далада жүрді. Бір уақытта ауыл бастығы мен құрылыс бастығы қастарында өзінің туыс шалы бар үйге кіріп келді. Райхан бір бәлені сезді дереу, Фархат қайда? Деп жалтақ-жалтақ қарап шықты. Ешкімнің дәті барып, суық хабарды айта алмады. Бірер уақыттан соң ғана ауыл ыстығы Фархаттың аяғы тайып, төбеден құлағанын, сол жерде тілге келместен жүріп кеткенін, милиция келіп ауданға, моргқа алып кеткенін айтты. Райхан қанша жаман хабар күтсе де Фархат өлді деген хабар күтпеген еді. Қасындағы туыс көршілері, апырай, байғұс балай, бірдеңе сезгендей-ақ Райханды сонша бізге табыстап кетіп еді. Ажал дегенді айтсаңшы, деп айтып жатты. Бұл кезде Райхан ештеңені құлағы естімей сұлық жатыр еді. Не жоқтап жыламайды, тек жатыс еді. Дәрігер шақыртып, укол салдыртып жатты. Қасында көршісімен кейінгі кездері жақсы араласқан Марал қалып қалғаны, ертең келеміз деп тарқасты. Райханға шай дайындап беріп еді, іше алмады. Лақылдатып қайта-қайта құсты. Райханның мына түрін көріп көрші апасы сезіктеніп, Райхан, сен осы көтеріп қойғаннан сау емессің бе деп еді. Өзім де бүгін біліп келіп, Фархатқа кешке айтам деп ойлап едім деп. Фархат туралы хабарды енді естігендей бақырып жылады. Ешкім басу айтпады, қайта құса болғанша жылап алсын деді. Келесі күні ауыл бастығының көлігімен аудан орталығына барып, моргке кірмекші болып еді, ешкім жоқ. Кешке дейін жүріп, бекер қайтты. Не сүйегін ала алмады. Райхан көрер таңды көз ілмей, тағы да сол моргке барды. Бұл жолы Фархаттың сүйегін алып кетуге бауырымен шездесі келіпті. Олар аңырап жүрген Райханның кім екенін білген соң, келіп Фархаттың соңғы кездегі қалай өмір сүргенін сұрап білді. Бірақ жылы қабақ танытта қоймады, сонымен Фархаттың сүйегін еліне алып кетті. Райхан құрсаққа жаңа ғана біткен, ешкім білмейтін сәбиімен қала берді. Ауылына 7-40 өткізді. Енді күн суытты, құрылыс тоқтады. Райхан үйінде еш қайда шықпады. Ешкімнен қол жайып, жұмыста сұрамады. Қара жамылып жатты. Бірде ауыл бастығы тағы да шақыртып, мектептің асханасына аспазшы етіп жіберді. Мектепте құрылыстағыдай емес. Бірақ уақыт тамақ, қамыр илеп, нан аштады. Қасында көмекші қызы бар, түстен кейін бос. Үйінің сыртқы жұмысы тағы өзіне қалды. Күнді жұмыста күйбең тірлікпен ештеңе ойламайды. Түнде төсекте қу тізесін құшақтап, жалғыз жатқанда өзегі өртенеді. Некелі болмаса да сүйіп қосылған жары еді. Райхан түгілі туған туыс, ауылға сыйлы еді. Енді мене үйленем, Райханның қасында қалам дегенде, мәңгілікке бірақ кетті. Керек десе, Райхан бетін бір сипап, бір уыс топырақ саламағанына ойласа, ағыл тегіл ботадай бостап қоя берді. Қайтсын енді, тірі адам тірлігін жасайды. Райхан іштегі жаранасы үшін қайтадан тырбанып өмір сүруін жалғастырды. Әрбір күн сайын айнаның алдына тұрып, ішін сипалап, белгісіз сәбимен тілдесіп жүргені. Кейде өзі де шошып кетеді. Мені жындырған ба, неге өзім сөйлесіп жүрмін деп. Қазір Марал құрбысы жиі келіп, қасында отырып, кей кездері қонып кетеді. Сөйткен Маралда тұрмысқа шықты. Сонда да Райханға келгенін тоқтатпады. Райхан уақыты келіп ұл босанды, түрі айнымаған Фархат еді. Райхан енді бар жанын баласына арнады. Баласына қараса Фархатты көріп тұрғандай болатын. Енді тіптен жан бағыс керек. Райхан баласы ширап отыруға жарағанда, мектептегі жұмысына қайтадан кірді. Райхан келгенше көрші апасы баласын қарап береді. Райхан жұмыс бала деп жүріп, жеке басында ойламаған ғой. Баласы кәдімгідей жүретін жасқа келгенде, көрші апасы, Райхан, балаң жас кезінде жаныңа жар тап. Кейін ұлың ескіргенде тұрмысқа шығуыңа қарсы болар. Мен сені өзімнің бөлем бар, сонымен таныстырайын. Ол сені сыртыңнан көріп ұнатқан сияқты, өте жуас. Сол жуастығынан үйленбей жүр деді.
Райхан бірден кезіп айтпады, біраз ойланайын деді. Үйіне келген соң ойланып, бәрібір үйге ер адам керек. Ол балаға әке тәрбиесі бөлек болады деп, көрші апасына келіскенін айтады. Сонымен танысуға келді. Көрші апасының бәлесі аты Нұржан екен. Шынында да өте жуас екен. Райханның айтқанымен жүреді. Фархат сияқты пысық болып шықпады, бірақ әйтеуір еркек деген аты бар. Кейінгі кезде көрінген еркекке көз түрткі бола бастап еді. Көптен еркек көрмеген Райхан төсектен көтеріп, шерігі қатты болып, кей кездері бас көтере алмай, шатып қалатын кездері болды. Азып, құры екі көзі ғана бетін алып тұрды. Сол кезде құрбысы Маралда жүкті еді. Бірақ ол Райханға қарағанда тың жүрді. Сол себепті Райханға келіп көмектесіп тұрды. Райхан ай күні жетіп қыз босанды. Маралда қыз босанды. Бірақ Райханның жеріктігінен бе әйтеуір қызы нәзік, қайта-қайта ауыра бергіш болды. Тағы да ерте жұмысқа шығып кетті, шықпаса болмайтын болды. Себебі екі баламен жан бағыс керек. Кейінгі кезде Нұржанда ауырғыш болып кетті. Райханның мазасы әбден кетті. Біресе күйеуі, біресе қызы. Бірақ неге екені ұлына дегенде қуғаны қуырда. Бар жақсысын соның аузына тосып өсірді. Райхан бар үмітін, болашағын сол ұлынан тосатын. Әне-міне дегенше қызы да мектеп табалдырығын аттады. Райханның маңдайына күйеу жазбады ма, әйтеуір қызы мектепке барған кезде. Күзде екінші күйеуі Нұржан аты жаман аурудан қайтыс болды. Содан кейін Райхан күйеуге тием деп ойламады. Оның үстіне ауыл қатындарының аузына қақпақ қоя алмайсың. Райханның аталарына жасалған дуа Райханға тиіп жатыр деп жатса, еркектері қара жесір деп атап кеткен. Себебі тиген күйеулері қайтыс бола берген соң, одан қала берді. Ажалыңа асықсаң, Райханда елдетке ал деп те айтады. Бұл сөздердің бәрі Райханның құлағына да жетіп жатты. Түнде жалғыз жатқанда көзінің жасын төгіп алып, күндіз түк болмағандай жүретін. Уақыт тоқтап тұрсын ба, Райханның ұлы ер жетіп, қызы бой жетті. Райханның шаштарына ақ кіріп, бетіне тармақ-тармақ әжім түсті. Ұлына жоғары білім алып беріп, қызына тігіншілігінен ара оқталмады. Себебі бар жиған терген малының басы да, шинақ кассасының салған ақшасы да азая бастаған еді. Оның үстіне қыз бала үйдің тірлігіне икемді болса, ертең барған жерінде ұятқа қалдырмайды деп ойлайтын. Бірақ қызы тігіншінің оқуын бітіріп, үйінде тапсырыспен киім тігіп, өзі сан алуан сән үлгілерін жасап, тігіп, ауыл жастарын риза етіп жүрді. Тіккен киімдерінің кереметтігі сондай. Бара-бара ауданнан келіп тапсырыс бері жатты. Кейіннен өзімен бірге оқыған тігінші құрбыларын ұйымдастырып, орталықтан ателье ашып алды. Сән үлгісі дизайнерлікпен көптеген байқауларға барып, қанжығасы бос қайтпайтын. Қыз баланың аты қыз бала. Райханның бір жағына шығысып, бауырын үйлендіріп, тойына да көмектесті. Райхан баласына құрбысы Мөлдірдің қызын алып бермекші болып жүрген. Оған баласы көнбей, өз дегенін алды. Бұл кезде Райханның да денсаулығы сыр беріп, жиі ауыратын болды. Ұлы мен келіннің жұмыстан қолдары босамай, бар салмақ қызына түсті. Райханның бұрынғы еркек мінезінің бәрі басылып, бала мен келін не дейді екен деген жағдайға түсті. Келіні бар жердің қызы болғандықтан, ұлы әйелінің сөзіне көп ереді. Ұлы мен қызы үйде болмаған кезде Райхан көбінесе далада жүреді. Енді міне келіні мен баласы қаладан келгелі қылқылдап, үйді сатып, малдарды сатып, қаладан үй алайық. Кәртегенде сізге ауылда не бар деп мазасын алып жүр. Райхан әке-шешеден қалған қара шаңырақты қимай жүр. Оның үстіне келіннің мінезі де оңып тұрған жоқ. Алла-ай, ең болмаса жалғыз ұлдың әйелі де дұрыс болмаған-ай деп Мөлдір құрбысының қызына тамсанып қояды. Әйтеуір жалғыз ұлы болған соң, қайда барса да соның артынан еріп жүре бермек болып, қалаға көшуге келісімін берді. Бірақ өлсем сүйегімді ауылға келіп қойыңдар деп, ағайын туыстарға бір шәугім шайын беріп қимай қоштасты. Көзіне жас алып, алдағы өмірінің қандай екені белгісіз көлікке отырды. Басында қызы қарсы болды. Бірақ Райхан айттым бітті, болды деді. Қызы қазір қалада жұмысы екі ортада барып келіп істеп жүр. Таң атпастан кетіп, кеш келеді.
Райхан жөні түзу жігіт кездессе тұрмысқа шық десе, мама, әлі жаспын. Кішкене жұмыс жасайын деп жүрді. Райхан қаланың шуына үйрене алмады көпке дейін. Көбінесе далада отырады. Үйге кірсе төрт қабырғаға өкпесін қысатындай болады. Әжетханаға отырғаны тегі қиын болды. Қанша қысылып тұрса да келін баласы шығып кеткенше отырмай жүреді. Бірде осы әжетхана үшін келіннен сөз естігені бар. Қайта қызы келіп қалып, ұрсыз әрі өрбімеді. Содан қызы әжетхананың құпиясын үйретті. Райхан қызы болмаса мына үйде жетім баладай сезінеді. Ауылдан көшіріп әкелгенше келін баласы асты үстіне түсіп еді. Енді Райханмен сөйлеуге уақыттары жоқ. Райхан бірдеңе айтса істелмей сол жерде қалады. Сосын қайталап айтпайды да. Қызына айтқаны сол күні орындалады. Демалыс күндері ауылға Мөлдір құрбысына апарып келеді. Мөлдірге барған күні таңға ұйықтамай ішінде тұрған әңгімесін айтып таусалмай, көзі ұйқыға кетеді. Сол күні Райхан таң атар атпастан оянып алып, ас бөлмеге барып шай қойып келіп, қасындағы төсекте ұйықтап жатқан қызының бетіне тесіле қарап, маңдайынан сүйді. Ұйқысынан оятқысы келмеді. Бірақ жұмысына бару керек, ақырын сипалап оятты. Бала кезінен қызының ұйқысы сергек еді. Дереу оянып кетті. Шайын ішіп жұмысқа кетті. Далада алай-дүлей боран басылған соң аспан түнеріп тұрып алды. Райхан терезеге қараған сайын, тұқ Сондыбай, мына күн адам жұтатындай болып тұр ғой деп ойланып тұрды. Райханның түстен бастап жүрегі сыздап, өзін қоярға жер таппады. Қой, далаға шығып отырайын деп, далаға шығып отырды, бірақ ол жерде де байыз тауып отыра алмады. Бәрібір байыз таппады. Келіні, мам, тамақ дайын болды деп терезені ашып шақырды. Неге ерте ішейік деп жатыр деп іштей ойлап, бір жағынан қызы келгенде ішсек болады ғой деді. Үйіне көтерілгені сол еді. Қоңырау шырылдап жатыр екен. Ұлы келіп телефонын тұтқасын көтерді. Я, дей берді. Апа, мен ауруханаға барып келейін деп ешкімге ештеңе айтпастан шығып кетті. Райхан түк түсінбестен отыр, кімнен не сұрарын білмей. Қызы да кешігіп жатыр. Осы уақытта үйде болушы еді. Содан 3-4 сағаттан соң ұлы келді, көзі қызарып ісіп кеткен. Қасында дос баласы бар. Мама, енді қарындасым жоқ, деді. Райхан түк түсінбеді. Дос баласы Райханға көңіл айтып, басу айтып жұбатып жатты. Жағдай бұлай болған екен. Жұмысқа барған соң ателеге мата алуға базарға бара жатқанда, мінген көліктер кетіп бара жатқан жүк көлігінің астына кіріп кеткен. Көлікте отырған 3 адамның біреусі сол жерде тілге келмей кетіпті. Райханның қызы операция үстінде жүріп кеткен екен. Райхан қызын ауылға апарып жерледі. Содан бері жыл уақыт өтті. Райхан қиялы болып қалған, өзіне сөйлеп жатса да жауап бермей отыра береді. Келіні босанып, қыз босанды. Райханға сеніп қызын ұстатпайды да. Үйде декретте отырғандықтан Райханды түртпектеп, ұлы келгенде шыбырлап, Райханды жаманатты жасап отыратын болды. Кейінгі кезде ұлы да анасына көңіл бөлуден қалды. Бар ниеті қызы мен әйелінде болды. Райханның тамақ ішкенімен сөйлегеніне көзін аларта қарап отыратын болды. Ондайда байқап қалған Райхан кішкентай балаша кібіртіктеп кетеді. Немесе жасқа толып, аяғын тәй-тәй баса бастағанда, келіні Райханның бөлмесін, балалар бөлмесін жасайын деп, қағынып, жөндеу жүргізем деп, Райханның киімдерін қонақ бөлмеге шығарып тастады. Өте ыңғайсыз болды. Не жатып демала алмайды, өзі отырып таңның атысынан түн жарымына дейін теледидар көріп отырып алады. Райхан даңғырлап сөйлеп тұрған теледидардың даусынан ұйықтай алмайды. Бір күні келіні мен баласынан мына жөндеулерің қашан бітеді? Мына бөлмеде жатқандай болмай жүрмін. Жөндеу тез бітсе бөлмеме кешсем, деді. Сол заматта мама, ол бөлме енді сіздік емес, біз жөндеуді дей беріп еді, әрі қарай баласы іліп әкетті. Сізге не қонақ бөлме ұнамай ма? Осы басқа жұрт бір бөлмеде біріне бірі мінгесіп жатыр. Ал сіз болсаңыз деп еді. Райхан бар күшін жинап, тоқтат, болды тоқтатыңдар. Мені осы қалаға көшіріп әкелерде қалай едіңдер, а? Осы уақытқа дейін сендерден бір тиын сұрадым ба? Енді келіп маған тиесілі бөлмемді де, мен сендерге бір үйімді,
бүкіл малымды беріп отырмын, деп кемсеңдеп жөндей жүріп жатқан бөлмеге кіріп кетті. Келесі күні ұлы жұмысқа кеткенде келіні ұйықтап жатқанда, Райхан киімдерін жинап, үйден шығып кетті. Қалай екені белгісіз сұрастырып жүріп, қарттар үйіне келді. Сыртынан қарап тұрып, жаным, қызым, сен кеткелі ағаң мен жеңгең мені осы үйге әкеліп тастайын десе, ұялып жүрма білмедім. Әйтеуір сылтау тауып қақпалап отырады. Бүгін өзім кеттім деп, өзімен өзі сөйлесіп, ішке енді. Келін баласы Райханды іздей қоймады. Ауылға Мөлдірдің үйіне кетті деп айтты да қойды. Бір күні Мөлдір артынып-тартынып келді. Райханның үйінде емес, бірақ бала шағасы қайда кеткенін білмейтініне таң қалды. Бірде Райхан ауылға келгенде, балалары өзін жақтырмай жүргенін, қызы тірі болғанда бұндай жағдай болмас еді. Қарттар үйіне барсам ба дегені бар еді. Енді сол сөзі есіне түсті. Сол заматта Мөлдір орнынан атқып тұрып, Райханды бір тапса, сол қарттар үйінен табатынын білді. Мөлдір Райханды ауылға өзімен бірге алып қайтты. Мөлдірдің қызы Райханға туған шешесінен кем қарамады. Райхан ауылға келгелі бері жетім болып, қалған жүрегіне пана тапқандай болды. Қос құрбы Мөлдір мен Райхан талдың көлеңкесінде жүзімен шай ішіп отырғанда есіктің алдына көлік келіп тоқтады. Бұлар Райханның келін баласы немересі еді. Райханды үйіне алып кетуге келген еді. Әңгіменің соңы зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз.